men eski alam. Kütüp otur saparını men anam. Orasınşı ammanısın tez balam. Seni daynamatör geru gerek şakı. Her kalan her alo men ötüp bir şapı. Satanı teşinadı, hiç nersi kalmadı. Zıbrat kaygala Gelesi almadı. Bizi görgetin darman, kuanıştı bәрде. Bakın silahımız keledi biz her gün. Ondan gelgen şarkı bәрде. Bunun bәрі ödesiz bir anasızın terbiye. Bileceğim ki yaşıladı. Şundan anası жасайды далиге. Енді қалды мамы жеті қансы жеті қала. Бәрі жақсы уайымда қышытты мама. Құшақтанып көріскенше менің анам. Саулығыңды тіледім аппағында мен анам. Орасыншы амманысың тез балам. Şakadan sayın evini men eski alam. Kütüp otur saparını men anam. Orasınşı ammanısın tez balam. Ну привет, мамуля, как ты там, родная? Я снова вылетаю, а тебе вспоминаю. Спи, мама, еще рано. Как приземлюсь, отвечу тебе в телеграме. 18 лет с тобой, до года по городам. Я знаю, ты скучаешь, я знаю, любишь маму. Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Мінекей біз бүгін алдымызда Kia Carnival тұр. Ондай карнивалды көп адам көрген жоқ деп ойлаймын. Менің өзім бұрын бірең саран ғана көрген, бірақ мына карнивалдың ерекшелігі өте керемет. Шыны керек, айтып сөзбен жеткізе алмаймыз. Кейінгі шыққан карнивалда бұл өзінің мынау жарық шамдар эстрелік көп шыққан, өте керемет. Және ақ жақта 4 датчиктер туманкілер жанады. Өзінің мынау факторный датчиктер жан-жақтарда орнатылған, және 360 градус камера. Бұл сосын жай карнивал емес, хай лимузин карнивал. Бұл машинамен не істеуге болады? Аэропортта. Ал мінекей осындай Kia Carnival'дың екі түрлі мотор двигателі болады. Бірінде 2-2 дизель болатын болса, екіншісінде 3-3 бензин болады. Және өзінің тасыз күші өте керемет. Мінекей осындай Carnival'дың объемы 2-2 дизель және 3-3 бензин болады. Бұл хай лимузиннің артықшылығы өте көп. Яғни іші де сырты да сондай әдемі. Сіздерге қазір асықпай барлығын көрсететін боламыз. 360 градус камера, 5 ключевой доступ. Қараңыздар, полный комплектация. Сырты қара болғанмен, бұлардың іштері сарғыш болады. Датчик слепых зон, контур полосы 250 вольт, және антизанос, плавыш сиденье, память сиденьесі бар екен. Мінекей мультируль, круиз контроль, push start. Не жақта салқындатқышы, жылытқышы барлығы бар. Бұл машина ішінірек айтатын нәрсе өте көп. Барлығы функциясы бар. Ысытатын, салқындататын, телефон зарядтайтын, және мынау стаканыңызда мұзаттан кішкентай холодильник стаканыңызды бір температура салқынмен ұстап тұрады. Және ыстып қойсаңыз болады. Яғни салқын болатын болса, және оны жылытып қойсаңыз болады. Екі жақта да сондай. 360 градус камера. Мінекей. Керемет. Барлық жағдай жасалған. Және мына жақта ручной кнопкамен ручник. Және мына жақта ауа тазартып тұратын арнайы фильтрден подогрев руль барлығы бар. Және мына жағында айнасы бар екен. Ал очки салатын қайда дейсіздер ғой? Очки салатын мына жақта орналасқан екен. Және орындықты алдыға артқа жылыстып қойсаңыздар да болады. Және бұл машинаның артықшылығы өте көп. Ал екі жақтан да есіктері автоматты түрде ашылады. Және қайт жауып қойсаңыз да болады. Ал орындықтарын қараңыздар. Барлық функция бар. Аяғын көтеріп қоятын, орындық жылытатын, жатып көтеретін барлық кнопкамен орналасқан. Ал мінекей есігін жауып қоямыз. Ал бұл машина жай адамдарға арналмаған. Яғни комфорт қалайтын болсаңыз, мінекей осындай телевизорға қарап отырып, жоғарыда жарық шамдар қосып қойып, және мына жақта
телевизорды қосып қойсаңыз болады. Bluetooth бар екен. Мінекей мына ортаңғы жарық шамды 3 режимде жарқып қойсыз, және дополнительный. Іші сондай өте керемет. Арт жағыңызда, яғни стаканыңызды сақнату керек болса сақнатып қоясыз, жылыту керек болса жылытып қоясыз, яғни сусыныңызды. Барлық жағдай жасалған. Арт жағында USB және 220 вольтты тоқ, және оның астында көрінбей тұрған, ешкімге білдірпей тұрған HDMI және USB осындай функциясы бар екен. Және мына жақта ауа тазартқыштары. Және күн нұрынан кішкене сақтайтын перделері, барлығы заводской. Кондиционер қалағанша арт жақта отырып салқынына сығына қойсаңыз да болады. Мінекей арт жақта отырып кеңінен телевизор көрсеңіз де, еркін отырсаңыз да барлық комфорт жасалған. Өте керемет. Мынау бір алысуға шыққан кезде жақсы бір демалып, өзіңді бір керемет сезініп, бұл машина емес, кәдімгі бір үй сияқты. Керемет. Кәріс мемлекеттері бұндай машина жасайды деп ешкім ойламаған сияқты. Бұл машинаны біз өте полный комплектация машинасын аз кезет, бірақ табуға болады. Өте керемет. Және арт жақтарында орындықты жатқызып, жүк салатын қойсаңыз болады, және немесе мен сияқты отыратын орындық қойсаңыз да болады. Ал мінекей бұл машинаның арт жағын көрсетейін. Мінекей кнопкамен ашылады. Мынау жиналып төмен қарай түседі, екеуі де. Зат салсаңыздар және орындық қылсаңыздар да барлық многофункциональный машина. Өте керемет. Мына машинаның айтпақшы кілттерінде де тек қана алыстан отырып кілтпен бассаңыз, бір емес екіншіде де ашып қолдануға болады. Және кнопкамен артқы багажның есігін жай басуға болады. Ешқандай күш салмай. Енді бұл машинаның дизельдің дауысы сәл не болуы мүмкін. Кейбір кісіге ұнауы мүмкін, ұнамауы мүмкін, бірақ бұл машинаның бензині бар. Енді объемы растаможкасы үлкен болғаннан кейін растаможка қымбат шығуы мүмкін, бірақ кейбір кісілерге ол маңызды болмауы мүмкін. Ал ағайын, келесі осындай машиналардың видеосын түсіруін қалайтын болсаңыз, онда бізге лайк басу арқылы білдіре аласыз. Және бізге жақсы комментар жазыңыздар. Барлық сұрақтарға жауап береміз. Сіздерге қандай қызықты машиналар ұнатқан болсаңыздар, біз қолдан келгенше барлық машиналарды түсіріп беруге дайынбыз. Жақсы. Ассалаумағалейкум ағайын. Мінекей біз бүгін Авантеден 4-5-ін көрдік, Санаттадан 4-ін көрдік, Карнивалдан сәл болмағанда мына Карнивалдан айырып базаладық. Номерін дұрыс көрмеген екенбіз. Қазір мына Карнивалды көреміз. Маған қатты ұнады. Ешқандай жерінде краска жоқ және замена болмаған, тек царапина болуы мүмкін. Керемет Карнивал. Бұл машинаның цветі мокрый асфальт екен. Міне қара деген машина қара түсі осындай болады. Бұл более кішкене кір көтерімді, яғни бағана Қызылорданың жері болса да, қандай шаң жері болса да, более кір көтерімді цвет. Машинаның жалпы майда-майда царапиналарын көрсетейін. Мына мына жерде майда царапинасы бар, но даже резина. Шинасы нормально, жақсы, кнопкасын бәрі істеп тұр. Арт жағында бұл 11 орындық екен, және 8 орындық қолданса да болады. Бұлардың барлығы бесключевой доступ, жақсы жұмыс. Кішкене царапиналары бар. Оның ішіне керек. Мына жерге де арт жағында да. Не емес, әшейін қатсам болады. Бұл кетіп қоятын нәрсе. Мына жерде майда царапина бар. Мен машина болғаннан кейін, айдалғаннан кейін болады ғой. Комплектациясында айта кетейін. Яғни
мультируль, круиз контроль, push start, задний камера, монитор, карта, диск салынатын жер және коробка автомат бәрі жақсы, камерасының бәрі өте жақсы істеп тұр. Коробка барлығы жақсы жұмыс істейді. Авдосидение, яғни желдеткіші, ысытқышы, подогрев руль, парктроник және мына подогрев сиденье тек мына жағында ғана барлық керемет жұмыс істеп тұр. Енді бұлардың бәрі дизель болып келеді. Кожасының бәрі жақсы, жаңа. Мына жақтарда тура сондай. Арт жағында подогрев сиденье және жоғары жағында енді желдеткішті арт жақта отырып та қолдана береді. Мына жақтардан жақсы салқын жер болып тұрады. Және бұлардың арт жақтарында USB болу керек еді. Кейбіреудің USB барлары бар, USB жоқтары да бар. Ең басты тап-таза жақсы машина екен. Керемет. Машинаның моторын көріп. Керемет жақсы. Замена болмаған. Замена болмаған, вроде бы. Замена болмаған, таза. Осындай керемет машинаны аларыңыз келсе, примерно 9 миллион мен 10 миллион теңгелеріңізді дайындасаңыздар, ешқандай важен самайтын керемет карнивал машина салсаңыздар болады ағайын. Краскасын өже жіберек. 98, 103, 92, 97, 103, 99, 112, 90, 100, 104, 97, 95, 90, 100. Normal öte kerime 95, 86, 88, juha жалған екен. Пайдер Мутумур 87, 96, 97, 96, 106, 106, 116 то есть. 102, 115, 108, 104, 195, 95, 83. А машина состояние? Не авария, ни замена, ни краска. Я сейчас все внутри проверяем, но автодвери тоже хорошо работаем. Ну, двигатель тоже это хорошо. Ну, просто это правил много есть, но двигатель нормально, мотор нормально работаем. Движение это мало. Коробка тоже все нормально. И внутри мы радио, все работаем. Комплектация я все проверяем, работаем. Хорошо. Мына машинаны қазір тексеретін болсақ, ішінде комплектациясы өте керемет. 220 вольт, датчик слепых зон, круиз контроль, авдосиденье, подогрев руль, парктроник, эко-режим, климат контроль. Мына жақта push start, задняя камера, монитор. В общем, короче, все есть. Только панорамная крыша нету, остальные все есть. Орысша сөйлеп кеттік қой ағайын. Арт жағында 220 вольт бар. USB, подогрев сиденье барлығы. Крыша панорама жоқ, қалған бәрі бар. Мына арт жақтарына отырып та өздеріңіз операт ете бересіздер, іштеріне беттеріңізге қаратып, денеге қаратып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 орын екен. Анау орындық қойса да болады, болмай жай әшен зат қоятын, как не қойса да болады. Ал енді мен сіздерден бір нәрсені сұрайын ағайын. Мына машинаның 4 жерінен бар краска түскен екен. Краска не үшін түседі ағайын?
не үшін қай кезде замена болады, қай кезде краска болады. Соны жақсылап ойланайық. Мен сіздерге айтып берейін. Краска машинада сәл сырып алған кезде, машина ағарып болмаса сырып алған екен краскасы кетіп қалады ғой. Сосын бұл машинаны сәл осветлет бояйды. Дұрыс па? Мына жерін бояйды, кішкене келтіреді есіктерін, бағана нелерін, кіраларын. Ал қай кезде замена жүреді. Мынаның бәрі жапырылып, да. Мынаның бәрі жапырылып, мыжылған кезде, бұларды уже мынаны қап созған кезде, тартқан кезде, орнына келмейтіндей, орын бәрі мыжылып кеткен кезде, бұның бәрін же не істеу керек болады? Замена жасау керек болады. Енді мүлдем краска болмаған, авария болмаған. Краска. Кішкене краска болған үшін кейбір адамдар алмай жатады. Сол жағаны мен шынырек қиын екен. Өйткені краска емес жағы Кореяда ол қатты білінбейді екен. Көзге де білінбейді, және Кореяның оценщиктары бұны қатты көрсете бермейді екен. Краска. Мынам бір краска. Мына жерде машина болған соң сырған ғой енді. Краска. Надо внутри посмотреть, надо. Да. Мына іштерін бәрін көру керек. Тоже краска. Краска. Пять мест не это краска. Ну, показывает 160-170, да? Это. Да, но когда здесь это норма, это потолок, я посмотрим, это Твери, то 150. Норма есть, так ладнее это 40, то 40, поэтому здесь аварийный это вообще не нет. будет потолок, поэтому 40 это нормально, но здесь такого краска много есть. Ну, как вы думаете, шпатлевка нету у нас здесь, да? Да, замена нету. Не замена, которая шпатлевка будет же. Такой нет, просто краска, освежили, да. И машина, вот қазір қараймыз, машинада жалпы кесілген деген сияқты нәрселер, авария болған деген сияқты. Міне өзінің заводской нелері. Енді ағайын бәрі заводской. Кореяда бұны алдамайды, авария болса болды дейді, болмаса болмады. Барлық заводской. Бірақ не екен білмеймін, кейбір кісілер бізден бұндай болса алмаймыз деп жатады, соған осы видеоны түсіріп жатырмын. О, өй жабады. Керемет. Бағасы жаман арзан екен да. Осындай арзан машина сіздерге ақпасын деймін ағайын. Біз айтпесе аварийный машинаны жібермейтінімізді нақты білеміз. Бірақ сәл боялған крас машиналарын ала беріңіздер деймін ағайын. Ода тұрған ештеңе жоқ. Машинаны таза машина апар жақта, ертең күні өздеріңіз сырып алсаңыздар да краска жасайтын боласыздар. Сол себепті ағайын жақсылап ойланыңыздар. Мына машинаның бағасы примерно 5 миллион теңгедей болып тұр. 4 миллион 700 ба, 4 миллион сондай болып тұр. 4 миллион 600 дей старт бағасы. Бұл машинаның примерно бір көп таласу мүмкін, енді бір 5,5-ға дейін талассақ та жаман емес. Қазақстан доставкасы не бар, үшін 9 миллионға дейін, 9 миллион 500-ге дейін алға болады осындай керемет машина. Бірақ сәл краска болса ештеңе етпейді ағайын. 4 жерден краска түскен екен, машина болған соң сырған екен. Кореяда жол тар.